Сәлеметсіздер ме? Мен Ораз қызы қымбат. Ақмола облысы Жарқайың ауданы Кен ауылының негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі ұсынғалы отырған сабағым 4-ші сыныпқа дүниетану пәнінен Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі тақырыбында болмақ. Бүгінгі сабақтың мақсаты Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі туралы білесің, еліміздің бейбітшілік символын құрастыруды үйренесің. Ендеше мына тірек сөздерді бірге қайталайық. Сыртқы саясат, басымдылық, ядролық қару. Азия елдерінің саяси картасына назар аударыңдар. Қазақстанның қандай мемлекетпен шектесіп жатқанын анықтайық. Қазақстан мемлекеті Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан мемлекеттерімен шектесіп жатыр. Ендеше осы Қазақстанның әлеуметтік, әлемдік аренадағы рөлі туралы бейне жазбаны тамашалайық. Дана, қайда қарап тұрсың? Алан, қарашы, біздің планетамызда қанша мемлекет бар? Осы елдер мен біздің мемлекеттің арасында қандай байланыс бар деп ойланып тұрмын. Иә, Дана, дұрыс сұрақ қойдың. Қазақстан егемендігін жариялаған соң, сыртқы саясаттағы өзінің нақты ұстанымын анықтады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңында Қазақстан Республикасы барлық мемлекеттермен өзара қатынасын халықаралық құқық принциптері бойынша құрады деп жазылған. Тәуелсіздігін жариялаған соң, Қазақстан әлемдік аренада дербес мемлекет ретінде танылды. Өзге елдер жас мемлекеттің тәуелсіздігін мойындауы саяси тұрғыдан өте маңызды. Қазақстан халықаралық ұйымдардың толық мүшесі болғаннан кейін, әлемдік жобаларға, кездесулер мен форумдарға қатыса алады. 60-тан аса мемлекет Қазақстанда өздерінің дипломатиялық өкілдіктерін, елшіліктерін ашты. Өз кезегінде Қазақстан да шетел аумағында өз елшіліктерін ашты. 1992 жылдың наурыз айында Қазақстан халықаралық беделді ұйым саналатын Біріккен ұлттар ұйымының толық құқықты мүшесі атанды. Енді Біріккен ұлттар ұйымы штаб пәтерінің алдында Қазақстанның көк байрағы желбіреп тұр. Біріккен ұлттар ұйымы әртүрлі мемлекет өкілдерінен құралған. Олардың мақсаты жер бетіндегі бейбітшілікті сақтау, мемлекеттер арасындағы достық қарым-қатынасты дамыту, тұрмыс деңгейін жақсарту үшін көмек көрсету және адам құқығын қорғау. Жас Қазақстанның саяси өміріндегі маңызды қадамның бірі Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының саммитінде сөз сөйлеуі. Бұл 1992 жылдың 30 қаңтарында болды. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы. Бұл ұйым Еуропа аумағында орналасқан мемлекеттердің қауіпсіздік мәселесін шешумен, жанжалдың алдын алумен және реттеумен айналысады. Сондай-ақ, бұл ұйым сайлау кезінде бақылаушы қызметін атқарады. Дағдарыс болған жерге барып, жағдайды қалпына келтіру жұмыстарымен айналысады. Сонымен қатар, аймақтардың экологиялық қауіпсіздігі үшін күреседі. Жыл сайын бір қатысушы мемлекет Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымға төраға болады. Осылайша, 2010 жыл Қазақстан үшін маңызды кезең болып, осы ұйымды басқарды. Бұл әлемдік қауымдастық біз секілді жас мемлекеттің саясатын қолдайды деген сөз. Құрамына Қазақстан енген тағы бір маңызды ұйымның бірі Шанхай ынтымақтастық ұйымы.
1996 жылы Шанхайда бір-бірімен өзара шектесетін Қазақстан, Қырғызстан, Қытай Халық Республикасы, Ресей Федерациясы, Тәжікстан мемлекеттерінің президенттері бас қосты. Мемлекет президенттері қарулы күштер саласы бойынша өзара сенімді нығайту және шекара маңындағы аудандарда қарулы техникалар санын азайту туралы келісімге қол қойды. Аталған мемлекеттердің мәдениет, экономика, білім және ғылым саласындағы тығыз байланысы 2001 жылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына тың серпіліс берді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының негізін қалаушылар мен мүшелерінің жалпы саны 6. Кейін 2017 жылы бұл ұйымға Үндістан және Пәкістан мемлекеттері қосылды. Қазақстан әлем халықтарының қауіпсіздігі үшін күресетін мемлекеттердің бірі. Біздің еліміздің ядролық қарусыз бейбіт өмірге деген ұмтылысын бүкіл әлем жоғары бағалайды. 2016 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бейбітшілік 21 ғасыр манифесін жариялады. Осы манифесінде ол ядролық қару мен соғыстан бас тартуға шақырды. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша 29 тамыз ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні деп жарияланды. Қазақстанда Экспо 2017 көрмесін өткізудің өзі Қазақстанның әлемдік аренадағы беделінің арта түскенін аңғартады. Көрменің болашақ энергиясы деген тақырыбының өзі өте маңызды. Ол желдің, күннің, су мен ғарыштың қуатын пайдалану мәселесіне қатысты. Экспо 2017 көрмесіне әлемнің 100-ге тарта мемлекеттері мен 10-нан аса халықаралық ұйымдары қатысты. Балалар, енді тапсырма. Еліміздің бейбітшілік саясатын сипаттайтын символ құрастырамыз. Мына жерде біз бейбітшілік әлеміне, білімге, отбасына қатысты символдарды көріп отырмыз. Енді сендер дәптерлеріңе осындай еліміздің бейбітшілік саясатына байланысты символ құрастырып салыңдар. Үй тапсырмасы: менің Қазақстаным әлемдік аренада кластерін құрастырыңдар. Мына кластерді үлгі ретінде алып құрастырсаңдар болады. Жақсы балалар, енді өз көңіл күйлеріңді мына смайликтер арқылы белгілеңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.